Ал құрметті менен тоқыма үйренуші қыздар, бізге ең керегі ілмек пен жіп. Ең керегі тоқыманың ең бастысы, ең оңай жолын сіздерге көрсететін боламын. Ілмекпен тоқу бастамасы, қарап отырыңыздар мұқият. Мына ілмек, мынау жіп, жіпті мінекей сол қолдарыңызға әдемілеп қойып аласыздар, мінекей саусақтың арасына. Одан кейін бас бармағыңызбен қысыңқырап ұстайсыз да, ең оңай жолы ілмекті ақырын осылай айландырып аласыз. Одан кейін міне қараңыз, ішіне қарай жіпті тартып, міне бірінші ретпен өткізіп аласыз. Екіншісі дәл солай жіптің ішіне қарай ілмекті кіргізесіз да, сәл ғана тартасыз. Міне екінші, міне үшінші, төртінші. Осы тоқып жатқан тоқыма жолдарыңыз ол барлық тоқымаға керек болады. Бұл бастамасы, әрбір тоқыманың басында осылай ілмекпен жақсылап тоқып үйреніп аласыздар. Бұл бірінші сабағымыз болады. Әр нәрсеге мұқият болсаңыздар, тез үйренесіздер. Қиындығы жоқ. Біздің өзіміздің бұрыннан ата-бабаларымыздың, ата-аналарымыздың үйреткен осы жерге қарамай-ақ қолдан өстіп бізге кезінде үйреткен. Мен өзім 10 жасымда үйренгем осы тоқыманы. Қазір әрбір адам алып тоқи беруге болады. Ілмегіңізді аласыз, ішіне қарай кіргізесіз, сосын жіпті ақырын ғана іліп, ілмекпен осылай суырып алып отырасыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Қараңыз, осылай бірінші осы қатарды тоқып үйреніп алыңыз. Бұл ең керек қатар. Ұзынан тоқып үйреніп алыңыз. Сөгіп қайтадан тоқсаңыз да болады. Бұл бірінші қадам. Тоқыманың ең бірінші қадамы ілмекпен. Кейінірек сабақтарда одан тереңдетіліп, екінші қатары қандай болады, үшінші қатары қандай болады, соның бәрін үйрететін боламын. Мына қараңыздар, өте жеңіл және оңай. Ешқандай қиындатудың қажеті жоқ. Осылай тоқып үйреніп аласыздар. Қазіргі уақытта мына телефонмен отырғанша осы тоқыма өнерін қолдарыңызға алып, тоқып, қосымша табыс табуларыңызға болады. Қазіргі таңда оқушылар көп қызығып жатыр. Оқушыларға үйретудемін қазір. Үйренем деушілерге ешқандай қиын ешнәрсе жоқ. Мына қараңыз, өте оңай жолы. Мына қараңыз. Бірінші кездері әрине қисық болады. Болмаса дірілдеп ұстай алмайсыз, ондайлар болады. Ондайға қорықпай, қадам жасай беріңіз. Бірінші рет тоқып, 10 күнде де ондай болмауы мүмкін. Сондықтан ары қарай тастамай, тоқып үйрене беріңіз. Көрдіңіз бе? Осындай керемет. Қатары өте түзу, әдемі болып шықты. Кейін сіздерде де осылай болып шығады. Және бұны тездетуге болады. Мысалы, тоқыма тоққанда осылай тездетіп тоқисыздар. Тез тоқисыздар. Қазір мен сіздерге үйренсін деп көрсетіп жатқан. Міне ішіне қарай жіпті іліп аласыз. Ілмекпен міне ішіне қарай ілмегіңізді саласыз да, жіпті өзіңізге қарай тартып, өзіңізге қарай тартып, бірінші қадамдағы жібіңіздің арасынан өткізіп аласыз. Қараңыз, өте қолайлы, өте жақсы тоқылып жатыр.
Қараңыз. Менің YouTube каналыма жазылып ары қарай үйренем деушілерге үзбей сабақ көрсететін боламын. Ары қарай осындай бірінші, екінші, үшінші қадамдарды көрсеткеннен кейін біз міндетті түрде нәски, қолғап, болмаса шарф, мойынорағыш дейді, шапка дейді, бас киім тоқып үйреніп бастаймыз. Түрлі шляпалар тоқимыз, кардигандар тоқимыз. Арасында узорлар болады. Сондықтан менімен бірге отырып, әр уақытта үйренсеңіздер болады. Өте тамаша. Міне қараңыздар, қандай әдемі шықты мінекей. Бәрі бір қалыпты. Осы тоқыманы үйрену үшін менімен бірге үнемі болыңыздар. Міне қарапайым үй жағдайында сіздерге бір жерден жіп ештеңе алудың қажеті жоқ. Қарапайым үй жағдайындағы нәрселерді алсаңыздар болады. Міне жіптерден қалған жіптер бар, қалдық жіптер бар. Үйрену үшін ол түкке де емес, әрбір қазақтың үйінде осындай қалған жіптер бар. Сол жіптерден алыңыз да, ілмек болса болды, бастап кете аласыз любой жіпті. Бір жерден барып сатып алудың қажеті жоқ. Үйде қандай кішкентай жіп болса да, сонымен бастап үйрене беріңіздер. Міне бірінші ряд осы бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Міне осындай ряд. Міне бұл бірінші қадам, бірінші сабағымыздың бірінші қадамы. Өте жақсы шықты деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.